Темірғали Көпбай, Құлаққаптың қасіреті. Құрметті кітапсүйер оқырман, бұл аудио кітапта арнайы сіздер үшін кәсіби маманды жалдап, арнайы кәсіби студияға барып жаздырдық, және осындай еңбекпен келген аудио кітаптың көпке таралғанын қалаймыз. Сол үшін де біздің YouTube арнамызға тіркеліп, лайк басып, және де төменге пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Біздің арнаға тіркелгеніңіз, біздің өнімді қолдағаныңыз. Әлде бұған қарғыс тиді мекен? Оң жақтан оқыста соққан инсульт оңдырмай құлатты. Өз бетімен қозғалуға мұршасы келмейтін ғаріп жан ойланғаннан басқа не істей алады. 40 жастан жаңа асқанда түйсіксіздеу семіріп кеткен, тапалтақ бойлы, жуан мойын, кебеже қарын Манарбай сот тау бөктеріне салынған 3 қабатты үйіндегі өзінің жатын бөлмесінде жалғыздан жалғыз ойланып жатыр. Бұл университеттің дипломын алғалы сот саласында қызмет істеді. Заң факультетін бітірісімен аудандық сотқа сот орындаушысы болып орналасып еді. Содан бергі 20 жыл ішінде жан жалдап жүріп, қызметтің талай баспалдақтарымен жоғары өрледі. Біраз жыл қалалық соттың нанын жеді. Осы жасында аудандық соттың төрағасы да болып көрді. Былтыр ғана жоғарыдағы отырған жуан білекті басшылардың ықпалымен төрағалықтан ысырылып, қатардағы судья қызметіне қайта кіріскен. Лауазымы биік қызметпен қимай қоштасты. Амал не? Дәудің арты диірмен тартады. Үнемі қолдап келген жоғары соттағы нағашысы да бұл жолы көмектесе алмады. Қазір Манарбай қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық мамандандырылған соттың судьясы. Судьяның жұмысы асқан жауапкершілікпен қарау талап етеді. Әр істің артында адамның тағдыры тұрған соң, Фемида сарбаздары мейлінше әділ шешім шығаруға тырысуы керек. Бірақ 5 саусақ бірдей емес, адамның жақсысы бар, жаманы бар. Судьяның да әділі бар, арамы бар. Манарбай жас күнінен дүниеге қатты құнықты. Орайы келген істің бәрін ақшамен шешуге бейіл болды. Ол үшін бірінші орында адамдардың тағдыры емес, ақша тұратын. Алдына бір іс келсе, көзіне жасыл қағаз елестей бастайды. Қылмыстық баптардың бәрін доллармен бағалап, әр істен қанша ақша жонатынын алдын ала есептеп қоюшы еді. Манарбай қатардағы көптің бірі болғысы келмейді. Жалғыз айлықпен жан бағып, адалсынған кейбір судьялар әлі күнге дейін мінерге көлік таппай, банктердің несиесіне белшесіне батып жүргенін бұл жақсы біледі. Ішерге асың болмаса адалдықтан не пайда? Одан да қолдан келсе қонышынан бас. Жымын білдірмей жұлып алда жырғап өт. Міне, Манарбайдың нақты ұстанымы осы. Ол көп ақша берген баугеспе қылмыскерлердің жазасын жеңілдетіп отырды. Ақшасы жоқ бейшараларды жылап еңірегеніне қарамай барынша қатал жазалады. Бай-бағланның айуандық әрекеттеріне көз жұма қарап, жоқ жітіктің тұсына келгенде түймедейді түйедей етіп көрсетуге мәш болды. Қысқасы Манарбай өзінің өмірінде жазықсыз талай жанды жылатқан еді. Ауыр қылмыс жасағандарға оның іші бұрып тұратын. Неғұрлым күрделі іс болса, алар да көп. Молданың күні өліммен дегендей, қылмыс болмаса Манарбай қалай күн көреді? Қолы жүріп тұру үшін ол қанқұйлы қылмыс күнде болса дейді. Мұндай пиғылға өзін кінәлі санамайды. Қалыпты жағдай деп қарайды. Өйткені сот саласында бермесең, бөліспесең өспейсің деген жазылмаған қағида бар. Беру үшін әуелі алу керек. Алдына іс келмесе, бұл қайдан, кімнен алады? Қолына кедей кепшіктің іс түссе, Манарбайдың күлкісі келеді. Ол америкалық атақты психологтың ақылды адам кедей болмайды деген тұжырымын санасына қапақтай шегелеп алған. Кедей адам ақымақ адам. Ақымақтығы үшін жазасын алу керек. Қалтасының түбі тесік болса, қылмыс жасап несі бар? Адам қылмысты да бір жеріне қарап жасауы керек қой. Беретін түгі жоқ. Артын ойламаған ақымақты бұл несіне аясын? Ондайлардың талайын шырылдатып түрмеге тоғытты. Бұған қарғыс тиді мекен? Манарбай шалқасынан жатқан күйі икемге келетін сол қолының алақанымен шермеген қарнын сипап ойланып жатыр. Көз алдына осы жылдың басында сотталған жетім баланың жыламсыраған түрі келе қалды. Ой байғысы-ай, сол жігіт жетім лақтай шырқырап жылап еді-ау. Әлде мына дерт сол бейшараның наласы болды ма? Қаңтар айының басы еді. Көшенің бәрі көктайғақ болып жатқан. Жаңа жылдық мерекелерден кейін жұмысқа зауқы соқпай келеді. Жол тайғақ, әрі алғашқы жұмыс күні болғандықтан Алматының орталық көшелеріндегі көлік кептелісі еселеп артып,
қозғалыс қиындап тұр. Өзі жұмыс істейтін сот ғимаратының алдындағы автотұраққа астындағы джипі қалт-құлт етіп тайғанақтап кешегі бәрең жетті. Бұжыр-табан джиптің жағдайы мұндай болғанда басқа көліктер шанадай сырғанап бара жатқан шығар. Бүгін қалада қақтығыс көп болады-ау деп ойлады ішінен. 3-ші қабаттағы кабинеттің есігін асығыс ашып, тапырақтап кіре беріп еді, қалтафоны безілдеп қоя берді. Су сиырдың қарындай қампиған, қолтырауын терісінен жасалған ауыр қоңыр портфолин шеткі үстелдің үстіне қоя салды да, семіздіктен деміккен ентігін баса алмаған күйі, бұртиған саусақтарымен төс қалтасына салынған телефонды суырып алды. Телефонның бетінен «Доча» деген сөзді көріп, трубканы құлағына апарды да, «Қызым, не болды?» деді қабандай ырсылдап. Университеттің 1-ші курсында оқитын студент қызы Жәмила еңкілдеп жылап тұр. Ол «Пап, горе у нас, горе!» деп солқылдап қоя берді. Не болғанын түсінбей зәресі ұшқан Манарбай «Доча, дұрыстап айтшы, не болды?» деді қалшылдап. Жылаған Жәмила «Мам» деп тұншыға өксіді. «Мамаңа не болды? Жаңа ғана жұмысқа жиналып жатыр еді ғой. Маму машина сбила, прямо возле дома», деді еңіреп қызы. «Ойбай-ай, не дейсің? Аман өзі?» «Положи его на скорую увезли, эмиляцию подъехала», деді Жәмила. «Пап, что нам делать?» «Тоқтай тұр, қаққан кім екен?» «Таксист молодой, говорят, что он был один в салоне». «Мамаңды қайда алып кетті?» «В больницу скорой помощи». «Ой, пап, я очень боюсь за нее. Сделай что-нибудь», деп жалбарынды Жәмила. «Сен сабағыңа бара бер, уайымдама. Қазір бәрін бақылауға аламын», деп Манарбай жалмажан 2-ші телефонның қолын алды. Ең әуелі аудандық ішкі істер бөлімінің кезекшісіне хабарласып, мән-жайды анықтады. Сәнияны қаққан Төкеев Жарас деген жас жігіт екен. Оны қаладағы медициналық сараптама орталығына алып кетіпті. Бұл бірден өзі жақсы танитын сол орталықтың басшысына телефон соқты. «Бәке, біздің үйдегі келініңізді жаңа ғана машина қағып кетіпті. Жағдайы тым ауыр көрінеді. Сіздерге Төкеев Жарас деген жүргізушіні алып келді ме?» деді асығыс сөйлеп. Арғы жақтың жауабын ести сала, «Иә, қаққан сол. Соны ішімдік ішкен деп жазсынша. Рульде мас күйінде болды деген қорытынды керек. Қарыз болып қалмаспын. Бір қайтарамын ғой». «Иә, түсіндім. Аха, болады. Ой, рахмет бәке», деп сөзін аяқтады. Аудандық ішкі істер бөлімінің бастығы Аятқан деген полиция полковнигінің өсуіне Манарбайдың көп көмегі тиген еді. Артынша оның телефон нөмірін теріп, бұл істі дені дұрыс тергеушіге тапсыруды сұрады. «Мәке, қам жемеңіз. Өзіміздің мықты жігіттердің біріне тапсырамын. Сізге тергеудің барысын баяндап отырады. Өзім қадағалаймын», деді Аятқан. Соттың төрағасынан сұранып, Манарбай жедел жәрдем ауруханасына жеткенде, Сәнияға ота жасалып жатыр екен. Наркозда жатқан жарымен тілдесе алмады. Аурухананың бас дәрігеріне барды. Куәлігін көрсетіп танысты. Сәнияның 2 аяғы бірдей жіліншігінен сыныпты. Миы шайқалған, көкбауыры соққыдан езіліпті. Күтімі дұрыс болса 2-3 айда жазылып кетеді. Тек басын ұзақ емдеу керек. Миы қатты шайқалған. Дегенмен уайымдамаңыз, оны да емдеуге болады, деді бас дәрігер. Манарбай бас дәрігермен ұзақ сөйлесіп, Сәнияның жағдайы өте ауыр деген анықтама жазуға көндіріп шықты. Түсқайта жұмысына барғанда осы іс туралы өзінің көңілін қалдырмайтын Аманова Гүлзия есімді судья әріптесімен ақылдасты. «Өз әйелім болғандықтан бұл істі мен қарай алмаймын. Сондықтан сенің қолыңа түсірейік. Ары қарай тағы ақылдасармыз», деп келісті. Гүлзия оған «Басекеңе бір ауыз айта салсаңызшы», деді көзінің қиығымен жоғары қабатты нұсқап. «Ол кісі біліп отыр. Мен кеңседегі қыздарға да тапсырып қоям. Істі бірден саған жіберетіндей қылам. Менттерге істі тез сотқа жіберіңдер деп айтып қойдым. Прокурор да өзіміздің адам. Іс келесі аптаның ортасында келіп қалады», деп Манарбай Гүлзияның қолын қысты. Келесі күні Манарбай өзінің кабинетіне аудандық ішкі істер бөлімінің тергеушісін шақыртып алды. Ерболат деген лейтенант шеніндегі жас жігіт тергеудің барысын баяндап берді. Манарбайға Төкеевтің жазған түсініктемесін көрсетті. Төкеев сауатсыз жігіт екен, бір беттік мәтінді 1000 рет шимайлап, түзеп, айбақ-сайбақ етіп әрең жазыпты. «Мен Төкеев Жарас Сағитұлы. Алматыдағы мегаполис таксопаркінде жүргізуші болып істеймін. 1918 жылдың 3 қаңтарында сағат таңғы 9-да Opel Vectra көлігімен Бағанашыл деген жерге клиент апардым. Қайтар жолда Кенесары көшесімен қырдан түсіп келе жатқанда
50 метрдей жерден жолға шыққан әйелді көрдім. Тежегішті басып едім, сайға қарай жүріп келе жатқан көлігім тоқтай алмады. 40 метрдей қалғанда дабыл бердім. Шығысқа қарай көшеден көлденең өтіп бара жатқан әйел бұрылып та қарамады. Таскерең адамдай дабылды қанша бассам да естімеді. Көктайғақ мұзбен сырғанап бара жатқан машина маған бағынбай кетті. Жолдың шетіне бұруға тырысқаныммен тура сырғанай берді. Жүргінші әйел құлағына құлаққап киіп алған екен, менің дабылымды естімеді. Сөйтіп тоқтамай тайғанаған машинаға соғылды. Бұл жерде менің ешқандай кінәм жоқ, бәрі құлаққаптың кесірінен болды. Өзімді кінәлімін деп санамаймын, арақ ішпеймін, рөлде сау болдым деп қол қойыпты. Өзінің ағайын туысы бар ма екен, қайдан жүрген адам бұл, деп сұрады Манарбай тергеушіден. Жасы 19-да, тұл жетім екен, деді лейтенант папкасынан бірнеше құжаттың көшірмесін шығарып. Тараз қаласында туылған. 2 жасында әке-шешесі көлік қақтығысынан қайтыс болған. Нағашы әжесінің қолында өсіпті. Бұл 6 жасқа келгенде бағып отырған жалғыз әжесі де ауырып көз жұмған. Содан әкесінің достары жетім балалар үйіне өткізіпті. Балалар үйінде оқуды бітірген соң бір таныстары Алматыға шақырған көрінеді. Әйтеуір жүргізуші куәлігі бар екен, таксопаркке жұмысқа ілініпті. Қаланың сырт жағындағы арзан жатақханадан бір орын жалдап тұрады. Бұлай жап-жақсы бала сияқты жүретін қызы бар екен, аты Сайра, ол да жетім. Балалар үйінде бірге өскенбіз дейді. Ол қыз осында бір кафеде даяшы болып істейді. Одан өзге жақыны жоқ. Жетімге жетім қосылып, амалдап адам болып кетеміз бе деп жүргенбіз дейді. Бізге ылғи жеті атасынан жарымағандар кезігеді ғой, деді Манарбай алдында тұрған ксерокстан Төгеев жазған түсініктеменің көшірмесін шығарып жатып. Жарайды, сен бара бер, бастығыңмен өзім сөйлесем. Лейтенант сыпайы қоштасып кабинеттен шығып кетті. Манарбай Аятханға телефон соғып, оны түскі асқа шақырды. Түскі ас ішіп отырғанда өзінің өтінішін айтты. Тергеушің бос жігіт екен, тәжірибесі жоқ бала ғой. Бұл істі тіс қаққан біреуге берсең дұрыс болар еді. Мына түсініктемені қайта жаздырсаңдаршы, деді ол қойын қалтасынан көшірмені шығарып. Құлаққап туралы сөзді құртыңдар. Арақ ішпеймін, рөлде сау болдым дегенді жазушы болмасын. Рөлде мас күйде болғанын мойындатыңдар. Медициналық сараптама дайын, сөзін сөйлейтін бір адамы жоқ. Ол қайда барады? Мойындатамыз ғой, деді Аятжан судья ағасының көңілін сендіріп. Манарбай алдындағы бокалға құйылған алма шырынын қылқылдата сіміріп алып, жүретін қызы бар дейді, соны менің алдыма келетіндей қылсаңдаршы. Шын сүйсе әйел адам бәріне көнеді ғой. Бәлкім оған банктен несие алдырармыз. Сәнияның еміне қыруар қаржы кететінін шамалап отырған шығарсың, деді. Жақсы мәке, ол қызы сізге ертең жібергізем. Оны қайтсек те тауып аламыз деп, Аятхан дастарханға бата сұрады. Ертесіне Аятхан айтқандай-ақ Сайра Манарбайды жұмыс орнына іздеп келді. Судья Мылтықбаевтың кабинеті жабық тұр екен. Қолаң шашы иығына төгілген, талдырмаш бойлы, жұпынлау киінген қара көз қыз есік алдында теңселіп біраз тұрды. Мылтықбаев қандай кісі? Жарас үшін одан қалай кешірім сұрасам болады? Оның өзі не дер екен деген ойлар жас қыздың еңсесін езіп барады. Сүт пісірім уақыт өткенде жоғары қабаттағы төрағаның кабинетінен шыққан Манарбай талтаң-талтаң басып баспалдақпен түсіп келе жатты. Ол өз кабинетінің алдында тұрған қызды көріп, маңызды адамның түрін жасап, қабағын түйіп алды. Бұл есікке жақындағанда әдемі қыз нәзік дауыспен тіл қатып, «Сәлеметсіз бе?» деп амандасты. «Сәлеметпіз, маған келіп тұрсың ба?» деді Манарбай есікті кілтпен ашып жатып. «Сіз Мылтықбаевсыз ба?» деп сұрады қыз. «Иә, мен. Сізге келіп едім. Менің атым Сайра. РОВД-дағы тергеуші жіберді». «Қандай мәселемен? Ішке кіріп айт», деп Манарбай есікті айқара ашты. Қыз босағадан қымсын аттап, «Қамауда жатқан Төкеев Жарастың мәселесімен келіп едім», деді жанарын төмен салып. Әлгі адамға қыш таксист пе? Оған қандай қатысың бар еді?» деді судья креслосына жайғасып, қызға ажырая қарап. Сайра сілейіп тұрып қалды. «Ол менің досым еді», деді естілер естілмес қана үнмен. «Иә, құлағым сенде. Не дейсің? Айта бер», деді Манарбай шалқая түсіп. «Сізден Жарас үшін кешірім сұрағалы келдім.
Қолыңыздан келсе кешіріңізші оны. Сендерге адамның тағдыры ойыншық па? Жәбірленушінің жағдайы өте ауыр, қиын жағдайда жатыр. Қандай кешірім? Кешірім сұрап құтыламын деп ойлайсыңдар ма? Машина қаққан кісі сіздің әйеліңіз екен. Сол үшін кешірім сұраймын. Ешқандай кешірім болмайды. Сап-сау адамды өмірлік мүгедек қылды. 2 күнде 2 рет ота жасалды. Әлі қалай болары белгісіз. Мен мұны кешірмеймін. Мен Жараспен сөйлесіп едім. Ол менің кінәм жоқ деп отыр. Құлаққаптың кесірінен болды дейді. Құлаққап киген кісі дабылды естімепті деді. Қыз басын төмен салған күйі. Бұл сөзді естігенде Манарбай күйіп кетті. Ол жас қызға ызбарлана қарап қаһарлана сөйледі. Сен не деп тұрсың? Қылмыскерді ақтауға келдің бе? Қандай құлаққап? Ол оңбаған таң атпай араққа тойып алыпты. Өлесі мас болған. Құлаққап дегенді қайдан шығардыңдар? Енді өлім аузында жатқан адамға жала жабайын дедіңдер ме? Сен де оңбаған екенсің, деп ақырды. Аға, Жарас арақты аузына алып көрмеген адам. Мас болу мүмкін емес. Нағыз жала осы ғой, деп жас қыз жылап жіберді. Манарбай оны одан сайын қорқыта түсейін деп, осыдан әйелім бірдеңе болып кетсе Жарасыңды түрмеде шіртем. Оның көзіне көк шыбын имелетем. Осыны біліп ал, деді айғайлап. Ал оның мас күйде болғанына бұлтартпас айғақтар бар. Медициналық сараптама бар. Арақ ішпейтін адамды тапқан екенсің. Мүмкін емес, деп еңіреді Сайра, жасқа булығып. Оның менен басқа ешкім жоқ. Мен оны жақсы білем. Арақтың дәмін татып көрген емес. Маған өмірімде арақ ішпеймін, темекі тартпаймын, жөні түзу адам боламын деп серт берген. Мен оған сенем. Бұл жерде бір түсінбестік болып тұр. Сіз оны кешіріңізші аға. Серт берген деймісің? Сертінің түрі осы болды. Тағы қандай серт беріп еді? Бәлкім аспандағы айдалып беремін деген шығар саған. Оған да сенесің бе? Мұндайлар әр бұрышта серт бере береді. Ол мас күйде болған. Енді сөзді көбейте берме, деді Манарбай қатуланып. Жоқ, ол жақсы адам. Балалар үйінде бірге өскенбіз. Ақ көңіл адал жігіт. Ешқашан өтірік айтпайды. Екеуміз де жетім өстік. Сіз ол туралы жаман ойламаңызшы. Сонда мен бе өтірік айтып отырған? Құлаққап киген деп әйеліме жала жапқаныңмен қоймай, енді мені өтірікші қылайын дедің бе? Айғақ бар ғой, айғақ. Медициналық сараптаманың қорытындысы бар. Оны қайда қоясың? Білмеймін аға. Түсінбей тұрмын, қалайша олай болады? Бұл мүмкін емес, деп Сайра солқылдай түсті. Оның жалбарынып жылағаны Манарбайдың жанына жақып барады. Ол сабасына түскендей болып, «Отыр», деді алдындағы орындықты нұсқап. Сайра жылаған күйі өксігін баса алмай отыра кетті. Өзіңнің ағайын туысың бар ма? Кімің бар Алматыда? Мамамның інісі бар. Қайда жұмыс істейді? Жұмыс істемейді. Ол 2-ші топтағы мүгедек. Мен көмектесіп тұрамын. Отбасы бар ма? Жоқ, ауыра берген соң әйел тастап кеткен. Өзің не істейсің? Жұмысың бар ма? Кафеде даяшымын. Азын-аулақ тапқан таянғанымызбен жамбағамыз. Жарасты босатыңызшы аға. Сізге жалынамын. Мұны өмірде менің басқа сүйенетін адамым жоқ. 2 жетім бірігіп тірлік құрармыз деп жүредік. Ол кінәлі емес қой, деді Сайра еңсесін тіктеп. Сонда кім кінәлі? Менің әйелім машинаға өзі барып соғылған ба? Солай болып тұр ғой. Құлаққап кимегенде жолдан қашып үлгеретін еді. Түкте болмас еді, деді қыз Манарбектің көзіне тура қарап. Осы сөзден кейін Манарбектің қаны басына шапты. Ол ашуланғаннан өзін ұстай алмай, жалпақ алақанымен үстелді қойып қалды. Айналып келгенде өзі кінәлі десеңші. Сен мені көз жасыңмен қорқытпай алайын. Егер өмір мен өлімнің арасында жатқан адамды кінәлауыңды қоймасаң, көрде тұр, өзіңнің де сорыңды қайнатамын. Оның ем-домына қанша ақша кететінін білесің бе сен? Шетелге апарып емдету үшін кем дегенде $30,000 керек. Ең болмаса соның $10,000 тауып беріңдер, сосын көреміз. Болмаған жағдайда менен жақсылық күтпеңдер, деді көзін бақырайтып. Сайраның ойы сансаққа жүгірді. Не істеуге болады? $10,000 деген ақша бұлардың түсіне де кірмеген. Оны қайдан табады? Қарызға беретін адам жоқ. Қарыз алған күнде де қайтып қайтарады. Жетімдіктің жанына батқан ай. Мұна жарық дүниеде арқа сүйеп ақыл сұрайтын адамың болмағаны қандай қиын. Жарасқа жала жауып билігімен ақтыртып отырған мұна кісі қандай қорқынышты еді. Мұна түрімен бұл ешкімді аямайды. Сонда Жарас жазықсыздан жазықсыз сотталып кете бара ма? Қорғансыз басы кімге барып шағынады?
Тым болмаса адвокат жалдайтын жағдайы да жоқ қой. Тиын санап жол ақысын әрең ажыратып жүргенде адвокатты қандай ақшаға жалдайды? Өрімдей жас қыздың әбден басы қатты. Біз ондай ақшаны таба алмаймыз. Қазақтың бір баласы ретінде кешіруіңізді өтінемін. Екеулеп жұмыс істесек, кейін бірден етіп құрастырып берерміз. Кешірім беріңізші аға, деді ол жалбарынышты түрмен. Сендейлердің талайын көргенбіз. Есектерің судан өткенше өлердегі сөздеріңді айтасыңдар. Іс біткен соң іздеріңді көрсетпей жоғаласыңдар. Мені ақмақ көресің бе? Одан да екеулеп банктен несие алыңдар. Кейін амалдап құтыласыңдар. Ол ақша болмаса, кешірім де болмайды, деп Манарбай қысқа қайырды. Судьяның кабинетінен шыққанша Сайраның құр сүлдері қалды. Түс қайта Сайраға Жарас телефон соқты. Тергеу изоляторынан хабарласатын бір амал тауыпты. Мылтықбаевпен болған әңгіменің мән-жайына қаныққан соң, ол асығыс сөйлеп: "Мен изоляторға келіп жүрген бір адвокатпен келістім. Сол кісі мені қорғайтын болды. Ордерге 50 мың теңге төлеу керек. Гонорары 150 мың болады дейді. Барлығы 200 мың. Кешке дейін соның жартысын тауып берсін деп жатыр. 100 мың теңге тауып бере аласың ба?" деді өтініп. "Сен үшін қолымнан келгеннің бәрін жасаймын. Бастығымнан сұрап көрейін. Тапсам кешке дейін апарып берем. Тек өзіңе мықты болшы", деп Сайра ақша іздеуге кірісті. Ол жанұшырып жүріп кешке Жарас айтқан адвокатты тауып алып, айтқан сомасын жеткізіп берді. Марат Айдаболов Жарасқа қорғаушы болып бекітілді. Ол кезінде қалалық сотта Манарбаймен қызметтес болған сыйлас адам еді. Манарбай оған телефон соғып: "Ана балаға көп нәрсе үйрете берме. Өзіміз ойлағандай болатын болсын. Саған гонорарыңды алып алсаң болды емес пе?" деді. "Мәке, айтсаңыз болды ғой, ол жағынан қам жемеңіз. Мен көп сөйлемеймін", деп Айдаболов келісім берді. Сот Төкеев Жарасты 3 жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарды. Судья Аманова үкімді оқыған сәтте Жарас шарасыздықтан жылап қоя берді. Жазықсыз басы қараптан қарап 3 жыл арқалап бара жатқанына сенгісі келмеді. Өзегі өртеніп алқымына өксікті қылды. Соттың соңғы отырысына дейін Сайраны қарызға батырып, гонорарын толық алып алған адвокат Айдаболов шешуші сәтте жартып ештеңе де айта алмады. Залда отырған Сайраның да көз жасы көлдей болды. Жарас өзінің соңғы сөзінде: "Мен тағылған айыпты мойындамаймын. Мұның бәрі жала. Өмірімде арақ ішіп көрмеген адаммын. Құлаққап туралы айтқанымды құлақтарыңызға дәлмедіңіздер. Негізі бәрі соның кесірінен болған еді. Істің материалдарында құлаққаптың ізі де қалмапты. Айғақтың бәрі маған қарсы бұрмаланып көрсетілді. Бұл барып тұрған сорақылық қой. Не деген әділетсіз ел мынау, не деген таскерен қоғам. Мен тіпті Қазақстанның азаматымын деуге арланамын", деді жылап тұрып. Соттың отырысын бейне жазбадан толық көрген Мылтықбаевтың айызы қанды. Төсекте жатқан Манарбайдың көз алдына жетім жігіттің жаны күйіп жылап тұрған сәт елестеді. "Әлде сол ит мені қарғады ма екен?" деп ойлады ішінен. Кенет жүрек түсіп біз соққандай шаншып ала жөнелді. Тынысы тарылып, демі бітіп, көзі қарауытып бара жатты. Ажалымның жеткен жері осы шығар деп зәре ұшқан ол, соңғы күшін жинап қырылдаған даусымен: "Көмектесіңдер! Үйде кім бар? Тез! Жедел жәрдем шақырыңдар! Өліп барам!" деп айғайлады. Сәния тағы да ауруханада жатқан. Құлақтарын құлаққаппен тас бекітіп алып, өз бөлмелерінде даңғаза музыкамен әуейі болып отырған ұлы мен қызы оның жан дауысы шыққанын естіген жоқ. Манарбай әл дәрменсіз күйде тағдырға мойын ұсынып біраз жатты. Жедел жәрдем бір емес, бірнеше рет келетін уақыт өтті. Бұл қанша айғайласа да ешкім естімеді. Ең соңғы рет: "Көмектесіңдер! Неге естімейсіңдер? Жедел жәрдем!" деп ышқына айғайлады да үзіліп кете барды. Өліп тіріліп жиған дүниесі адыра қалды. Құлаққаптың қасіреті. Оқыған